Yani adamдардын ішінде міндетті түрде болады деп жатыр. Сізді көре алмайтын адам. Неге? Сіз біреуден озып кетсеңіз, әдебіңізбен, біліміңізбен, мал мүлкіңізбен, yani атақ абыройыңызбен біреуден озып кетсеңіз, бұл сіз ең жаман адамсыз. Сіз тәкаппар адамсыз. Неге? Сіздің кінәңіз не? Ол адамнан озып кеткеніңіз үшін. Сізге тыныштық жоқ. Сіздің артыңыздан әрдайым өсек, жамандық, әрдайым артыңыздан не бола береді? Жүре береді. Қашанға дейін бүкіл мал мүлкіңізден айырылып, атақ абыройыңыздан айырылып, қолыңыздағы барлық нығметтен айырылмайынша сізге тыныштық жоқ. Сіз ол сияқты не болуыңыз керек? Озып кетпеуіңіз керек, жалқау болып жүре беруіңіз керек, ешқандай бір өмірде жетістікке жетпеуіңіз керек. Солар сияқты ақымақ болып жүре берсеңіз, ешкім бәрі сізді жайыңызға қояды. Егер біреу солай озып кетсеңіз, әрдайым сіздің артыңызда не болады? Сізге жаңағыдай тыныштық бермейді деп жатыр да. Сіз барлық адамның көңілін таба аласыз, бірақ көре алмаушы адамның көңілін ешқашан таба алмайды екенсіз ғой. Бүкіл адам көңілінен шығасыз. Қызмет жасасаңыз көңілін таба аласыз, бірақ көре алмаушы адамның көңілінен ешкім шыға алмайды екен. Неге? Оның көңілінен қашан шығасыз? Сіз қолыңыздағы барлық нәрседен айырылып қалған кезде ғана көңілінен шығасыз. Сол кезде ғана оның жүрегі не істейді? Алла сақтасын, тынышталады дейді.